Сәлем, мен Кино Хан және бүгін мен сіздерге Тихоокеанский рубеж фильмі туралы айтып беремін. 2015 жылы теңіз түбінде біздің әлем мен ғаламшарды басып алып, адамзатты жойғысы келетін алып құбыжықтар әлемін байланыстыратын портал ашылды. Құбыжықтар кайдзю деп аталды. Адамзаттың әскери күштері алғашқы шабуылдарға тойтарыс бере алды, бірақ құбыжықтар тағы да шабуылдар жасады. Ал истребитель танктер мен бомбалар көмектеспеді. Сосын ел басшылары бұрынғы қақтығыстар мен дауларды былай қойып бірігіп кетті. Адамзат өзінің құбыжықтарын, яғни үлкен роботтарын ойлап тапты. Оларды иегер деп атады. Роботтардың өзі екі ұшқыш басқаруды қажет ететін үлкен болды. Иегерлер кайдзюға қарсы мықты күресті, бірақ бір күні бәрі өзгерді. Райли мен оның ағасы Джейгер иегердің ұшқыштары еді. Олар түнде жарықшақтағы белсенділіктен оянып, құбыжықпен күресу үшін жиналады. Бір ұшқыш мұндай жүктемені көтере алмайды, сондықтан иегерде екі ұшқыш бар. Дрифт технологиясы ұшқыштардың ми жарты шарларын қосу үшін қолданылады. Нейрондық байланыстар мен естеліктердің көмегімен ұшқыштар бір-бірінің басына кіреді. Қаңғыбас атты иегер экипажы суға түседі. Осы уақытта балық аулайтын қайықтағы балықшылар радардан өздеріне қарай бет алған аралды байқайды. Бірнеше секундтан кейін экипаж бұл арал емес, үлкен кайдзю екенін түсінеді. Бірақ дер кезінде пайда болған қаңғыбас атты иегер қайықты қираудан құтқарып, шайқас басталады. Кайдзю қаңғыбасты өлтіруге тырысады, бірақ плазмалық зеңбіректен екі рет аттып шайқас иегердің пайдасына аяқтайды. Кенеттен командалық орталық кайдзюдің қайта көтеріліп, құбыжық қайтадан шабуыл жасайды деп хабарлайды. Өткір мұрнымен кайдзю қаңғыбастың сол қолын тесіп өтеді, және әр соққы сайын қаңғыбас әлсірейді. Робот айтарлықтай шығынға ұшырайды. Ал Райлидің ағасы оған бірдеңе айтқысы келеді, оны құбыжықтар кабинадан шығарып алады. Райли ағасын өлтірген кайдзюға ашуланып, плазмалық қарудың толық қуатымен атып, құбыжықты өлтіреді. Таңертең ерте атасы мен немересі металл іздегішпен жағадан бағалы зат іздеп жүргенде, металл детекторы қатты сигнал бере бастайды және көкжиекте иегер пайда болады. Жараланған Райли жағаға жалғыз өзі жеткен. Уақыт өтеді. Райли енді ұшқыш болып жұмыс істемейді, құрылысшы болып жұмыс істейді. Иегер бағдарламасы тағы 8 айға қаржыландырылады. Және қаланы кайдзюдің шабуылынан қорғайтын қабырғаның құрылысы аяқталған кезде, мемлекет иегер бағдарламасын дамытуды, одан әрі қаржыландыруды тоқтатады. Құрылыс болып жатқан жерге тікұшақ ұшып келеді. Оның ішінен маршал Стейкер шығады. Стейкер иегер бағдарламасының жетекшісі, және ол Райлиді шайқасқа оралуын айту үшін ұшып келген. Райли қайтыс болған кезде қайтадан біреумен араласуға дайын емес екенін айтып, бас тартады. Бірақ Стейкер одан қай жерде өлген жақсы деп сұрайды. Мұнда құрылыстама әлде кайдзюмен шайқастама. Гонконгқа келген Стейкер Райлиді иегер ұшқышы болғысы келетін студент Макамаримен таныстырады. Лифтте Райли екі ғалыммен танысады, доктор Герман және доктор Ньютонмен. Ньютон кайдзю денесінің ерекшеліктерін және ішкі жағын, ал Герман порталдың ерекшеліктерін және кайдзюдің шығуын зерттейді. Жүріп келе жатып Стейкер қалған иегерлер туралы айтады. Үшемдер басқаратын иегер арқаны бар қызыл тайфун. Қара альфа ең көне, ең ауыр аңшы. Және Страйкер ең жылдам машина. Стейкер осында Райлиді кең ауқымды миссияны орындауға шақырды. Ол миссия порталға ядролық бомба тастау болып табылады. Маршал Райлиге иегерді басқаратын екінші ұшқышты табу керек екенін еске салады. Маршал мен шабуылшы ұшқыш Герман Ньютонға барады. Герман оларға бір аптадан кейін кайдзю күніге шабуылдайтыны туралы математикалық теорияны айтады. Және доктор Ньютон 6 жыл бұрынғы және 1 ай бұрынғы кайдзю органның фрагментін көрсетеді. Олар бірдей. Осыдан Ньютон олардың барлығы клондар деген қорытынды жасайды. Олар заводтағыдай шығарылады. Ньютон дрифт технологиясы арқылы кайдзюға қосылуды және олардың әлемі туралы көбірек білуді ұсынады. Маршал мен адам миы мұндай нагрузкаға төтеп бере алмайтынын айтып, бұл идеяны жоққа шығарады. Және Германнан өз теориясының есебін құрастыруды сұрайды. Дрифт жаттығулары басталады. Оның барысында Райлиге лайықты ұшқыштар табылуы керек. Алдымен Райли қызыл тайфун экипажымен төбелеседі. Бірақ Маконың одан жақсырақ істей алатынын айтқаннан кейін, ол оны дуэльге шақырады. Жеңіске жету үшін қарсыласты 4 рет құлату керек. Шайқас басталады. Мака мен Райли бірдей ұпаймен келеді.
Бірақ бәрібір Мака жеңіске жетеді. Бұл дрейф пен үйлесімділік сынағы болғандықтан, Райли оларды жақсы сәйкестік деп санайды. Бірақ генерал бұл ойға қарсы және Мака эмоционалды тұрақсыз деп санайды. Райлиге арналған екінші ұшқыштың есімі 2 сағаттан кейін белгілі болады. Сондықтан Мако мен Райли өз бөлмелеріне кетеді. Бірақ олар бір-біріне қарама-қарсы тұратындықтан, Райли Маконы ұшқыштың орны үшін күресу керек екеніне сендіруге тырысады. Өйткені екеуі де бір-біріне сәйкес келетіні сезінеді. Бірақ Мако генералдардың кеңесіне құлақ асу керек деп санайды. Осы уақытта бәрі басқа жаққа көшіп жатқанда, доктор Ньютон қауіпті қадамға барады. Қоқыстан дрифт құрылғыларын жасап, ол кайдзюдің миына қосылып, олардың әлемі туралы кейбір ақпаратты көреді. Бақытына орай, доктор Герман миының шамадан тыс нагрузкадан дірілдеп жатқан Ньютонды тауып алып, бұл туралы Стекерге хабарлауға асығады. Маршал Стекер болса, Макоға барады, және оған қаңғыбасқа екінші ұшқышы болуға мүмкіндік береді, және оның ұшырылуын бақылауға барады. Ол қарап тұрғанда Герман оған жүгіріп келіп, Ньютонға не болғанын хабарлайды. Маршал Ньютоннан не көргенін сұрайды. Дәрігер оның теориясының дұрыс екенін айтады. Кайдзю шеберлері құбыжықтарды өсіретін және әлемді жаулап алатын отарлаушылар. Олар динозаврлар кезінде жерді басып алуға тырысқан. Ол кезде климат оларға сәйкес келмеді, бірақ қазір планетада қоқыс пен радиоактивті шығарындылар көп кезде. Олар үшін бұл жер жұмақ. Стекер оған қосымша ақпарат қажет екенін айтып, Ньютонға құбыжықтың миымен байланысты қайталауды тапсырады. Содан кейін ол оған кайдзю органдарын сататын қара дүкендер желісінің иесінің визиткасын береді. Иесінің аты Каннибал Чоу, және ол маршалға зерттеуіне көмектескен кезде онымен байланыста болған. Оның орнына маршал оған кайдзю ағзаларының кейбірін өз дүкенінде сату үшін рұқсат берді. Осы уақытта Райли өзінің екінші ұшқышын көргенде, ол таң қалды және жұмысқа кірісуге дайын. Нейросинхрондау бағдарламасы іске қосылды. Мако мен Райли бір-бірінің естеліктерін көреді. Нейро байланысы үзілгенше бәрі жақсы жүреді, ал Мако өзінің естеліктерінен шыға алмай қалады. Ол кішкентай қыз кезінде оның қаласына кайдзю шабуылдаған. Қорыққан кішкентай Мако қолын көтереді. Осы кезде қаңғыбастың плазмалық қаруды іске қосады. Соңғы секундта Тендо иегердің қуатын сөндіріп тастайды. Осылайша қаруды атудан сақтайды. Сынақ нәтижелеріне көңілі толмаған Чак маңызды операциялар үшін мұндай қорғау қажет емес дейді. Герка мен Стекер кеңседе сөйлесуді жалғастырып жатқанда, Чак шығып, Мако мен Райлиге тиісе бастайды және төбелес бастайды. Төбелес барысында Чак таяқ жейді. Стекер Макоға сынақтарға қатысуға рұқсат берген үшін өз кінәсін мойындап, оны алып тастайды. Райли оны иегердің ұшқышы болуға жалғыз лайықты үміткер екеніне сендіруге тырысады. Райли Маканың естеліктерін көргенін және Стекер оны өз қызы сияқты қарайтынын айтады, өйткені ол оны сол кезде құтқарған. Бірақ Стекер өз ойын өзгертпейді. Ньютон баратын жеріне жетіп, Ганнибалды іздейді. Жасырын белгіге еріп, оны тауып алып, құбыжықтың көмекші миын сұрайды. Ганнибал оның не үшін қажет екенін сұрайды. Ал Ньютон кайдзюдің миымен байланысқанын айтады. Содан кейін дабыл дыбысы естіледі. Ганнибал оған құбыжықтар келгенін айтып, Ньютонды тастап кетеді. Жарықта екі бейне белсенділігін байқайды да. Мако мен Райлиден басқаның бәрі шайқасқа дайындалады. Страйкерге қорғанысты ұстауды бұйырылады. Қызыл тайфун мен қара альфа шабуылға шығады. 5 минуттық шайқастан кейін Қызыл тайфунның экипажы құбыжықтармен шайқаста қаза табады. Қара альфа кайдзюмен шайқасқа бара жатқанда судан екінші кайдзю пайда болып, оны жояды. Страйкер өзін өлтіргенше күтіп тұрғысы келмейді. Сондықтан бұйрықты тыңдамай шабуылға шығады. Шайқас басталады. Бірақ кенеттен екінші кайдзю жарылыс жасайды. Ол айналадағы барлық электр қуатын өшіреді. Егер өшіп қалады да күресе алмайды. Басқару орталығы да желімен байланысын үзді. Страйкер өшіп тұрған кезде бірінші кайдзю Ньютонға қалаға барады. Ол болса бункерге қарай қашады. Кайдзю бункердің төбесін тесіп өтіп, Ньютонды ұстауға тырысады. Бірақ қандай да бір себептермен оны тірі қалдырады. Райли маршалға қаңғыбастың электр қуатын пайдаланбағандықтан соғыса алатынын хабарлайды. Макамен бірге шайқасқа шығады. Герк пен Чак қарап тұрмайық деп. Герк ұшқыш орнынан түскен кезде, кайдзю соққы жасап, Герк зор ұшып кетеді. Әкесі мен баласы сыртқа шығып, алау мылтығын алып монстрдың көзіне тіке атып, оны қатты ашуландырады. Кайдзю ұрайын деп жатқанда қаңғыбас келеді. 5 минуттық шайқастан кейін Райли мен Мака оны жеңіп, екіншісіне барады. Өзімен бірге бита сияқты қылып кемені ұстап барады. Қаңғыбас пен екінші кайдзю арасында шайқас басталады.
Қаңғыбас құбыжыққа мықты соққылар жасайды. Құбыжық қанаттарын жайып қаңғыбасты ұстап атмосфераның жоғарғы қабатына дейін көтереді. Осы кезде Мако олардың қаруларында қылыш бар екені есіне түседі. Қаңғыбас құлай бастайды. Бірақ соңында кеудесіндегі қозғалтқыштың қуатын пайдаланып, сәтті қонады. Мако мен Райли командалық орталыққа қайтып келгенде, барлығы оларды қол шапалақпен күтіп алады. Маршал да оларды мақтайды, бірақ демалуға уақыт жоқ дейді. Оның үстіне порталдан тағы 2 кайдзю шықты. Олар шабуыл жасамайды, бірақ порталды қорғайды. Стекер барлығына өз орындарына баруды бұйырады. Барлығы шабуылға дайындалып жатқанда, Ньютон Ганнибалға оралады да, одан монстрдың көмекші миын талап етуді жалғастырады. Ганнибал мен Ньютонның командасы жаңа кайдзю өлген жерге барады. Сол жерге келгеннен кейін 4 адам өлген кайдзюдің ішіне кіреді. Және жаратылыстың жүкті екенін анықтайды. Кішкентай құбыжық жорғалап шығады, бірақ өз тұзағына тұншығып қалады. Ганнибал оны айналып өтіп өлетінін білгенін айтады. Бірақ кенеттен құбыжықтың баласы тіріліп кетіп, Ганнибалды жеп қояды. Содан кейін ол ақыры өледі. Герман Ньютонға көмекке келеді, және соңғы кездегі келіспеушіліктерге қарамастан оған көмектесуге дайын екенін, және миға нагрузка болатынын айтып, онымен бірге құбыжықтың миына қосылғысы келетінін айтады. Маршал мотивациялық сөз сөйлеп, барлығы күресуге дайындалады. Герктің қолы сынғандықтан ол страйкерді басқара алмайды. Орнына стекер шығады. Егерлерді суға тастайды. Жауынгерлер шабуылға шығады. Страйкердің қолында ядролық бомба бар, ол жоспар бойынша жарға тасталуы керек. Ал қаңғыбас оларды қорғайды. Егерлер су астындағы тереңдікке сүңгіп жатқанда, Ньютон мен Герман кайдзю миымен байланысқа шығып, олар стекер мен басқалардың порталға кіре алмайтынын біледі. Порталға кайдзю ғана кіре алады. Кайдзюлар бөлік-бөлшектерге бөлініп жатты. Қаңғыбас біреуін жеңеді, бірақ порталдан екіншісі шығады. 5-ші ең үлкен категория. Қаңғыбас екеуі төбелесіп жатқанда, страйкер көмекке шақыра бастайды. Маршал мен Чак олардың страйкері 2 кайдзюға тойтарыс бере алмайтынын түсінеді. Сондықтан олар бомбаны жаруды шешеді. Қаңғыбас реакторда жұмыс істейтіндіктен, оларда бомбаны жара алады. Сондықтан Мако мен Райли кайдзюдің қалдықтарын алып порталға қарай барады. Жарықтың жанында оларды жарылыстан аман қалған құбыжық күтіп тұр. Бірақ қаңғыбас оны өзімен бірге порталға алып кетеді. Мако да оттегі өте аз қалады. Ол есін жоғалтады, ал Райли оның құтқару капсуласын іске қосады. Ядролық реакторын жару үшін процесті қолмен қосуға тура келеді. Райли жою процесін қосады, және оның өзі соңғы секундтарда эвакуацияланып үлгереді. Қаңғыбас жарылып кетеді. Маконың құтқару капсуласы толығымен бұзылмаған күйде судың бетіне қалқып шығады. Бірақ Райлидің құтқару капсуласы көрінбейді. Бұл командалық орталық пен Маконы алаңдатты. Соңында капсула су бетіне көтеріледі. Райли мен Макоға құтқару тікұшақтары ұшып келеді. Осымен фильм аяқталады. Кино ұнаған болса, лайк бас және каналға тіркелуді ұмытпа. Келесіде қандай киноны айтып берейін комментке жаз.